Алматыдағы лай көшкінінен қаза тапқан барлық 4 адамның денесі табылды. Бұл туралы Қаз-Нұр-кз хабарлайды. Оқиға орнында құтқарушылар 1984 жылы туылған ер адамның, 1980 жылы туылған әйелдің және 2007 жылы туылған 2 бозбаланың денелерін тауып алып шықты. ТЖМ психологтары туыстары мен көршілеріне шұғыл психологиялық көмек көрсететіні айтылады. Бұған дейін көршілері қираған үйде 4 адам өмір сүргенін, олардың екеуі ересек, ал екеуі егіз бала екенін мәлім еткен. Алматыдағы лай көшкіні еске салайық, 8 ақпанда сағат 2:20-да Алматы қаласы Медеу ауданының Тау-Самалы шағын ауданында алдын ала ақпарат бойынша техногендік сипаттағы топырақтың ылғалдануынан лай көшкіні жүрген. Алдын ала ақпаратқа сәйкес үйлерде 4 адам, оның ішінде 2 бала болған. Жақын маңдағы үйлердің тұрғындары үшін номер 47 орта мектепке эвакуациялық пункт ашылды. Сондай-ақ Алматы әкімі Ерболат Досаев лай көшкініне байланысты техногендік апат болған жерге барып, қираған үйлерді аралады.